Абай Құнанбаев 1845 жылы бұрынғы Семей уезі Шыңғыс болысында дүниеге келді. Азан шақырып қойған есімі Ибрахим. Хәкім Абай ақын, философ, композитор, ағартушы, ойшыл, қазақ жазба әдебиетінің іргетасын қалаушы және классик. Жасынан соқпақсыз жерде өсіп, өзі айтқандай, мұңмен жалғыз алысқан Абайдың ең ұлы өкініштерінің бірі ғылымға қолын кеш сермегені. Озбырлықпен, әділетсіздікпен алсамын деп жүріп, оқуын білімнен шеттеу қалған. 1870 жылдардың орта шерінен бастап, Абай айналасында үлкен өнерпаздық мектеп, ақындық орта қалыптаса бастады. Ол шығыс пенен батыстың мәдениетін көп оқыды, ізденді, солардың жақсыларын алуға тырысты, білімге шақырды, жақсылыққа шақырды. Мысалы, осы менің өмірім осылай. Біреудің есігінде жүріп, тағдыр менің басыма салған деп көп жаңа кедейліктің тауқыметін көрген кейбір кісілер жаңағыдай деп бала шағасын оқытпауға тырысты. Жағдайы келмейді деп. Ал бірақ Абай соларға оян, жоқ, серпіл, балаңды білімге шақыр, білімге балаларыңды оқыт, надандықтан қаш деп солармен күресті. Әрбір өлеңі, мысалы, кей жағдайда оқып отырсаң, Абайдың кейде жалғызбын деп айтатыны бар ғой. Яғни Абайда түсінбеушіліктер көп болды сол заманда. Ал енді әрине бәрі деп айта алмаймыз. Өйткені заман солай болды. Жаңағы орыстың болсын, батыстың болсын, шығыстың болсын, әдебиетінен сусындай отырып, Абай жазба әдебиетінің негізін салып, біз мақтанышпен айтамыз. Өйткені Абай сол кезеңде жазып кетті, жақсыны жақсы деп, жаманнан қаш деп, жаңағы өлеңдері болсын, қара сөздері болсын, жазуына осылар әсер. Сол замандағы 100 мыңдай халқы бар Семей қаласындағы қос кітапхананың бірден-бір белсенді оқырманы Абай болғаны белгілі. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп үлкен гуманистік ой айтқан. Абай жат жұрттың жақсыларды жақтырмай, қайта айдауда жүрген азаматтарды өзіне жақын тартты. Өлеңдерінің алғаш тасқа басылып, баспасөз арқылы қалың елі қазағына жария болуы Абайды поэзияға жаңа көзқарас тұрғысынан қаратты. Енді ол кезеңде Абайды түсінбегеншілер өте көп болды. Әкесінің өзі мысалы Абайды көп жағдайда түсінбей кетті. Ел басқарып өзімнің ісімді ары қарай жалғастырушым менің деп өстіп оны оқытып сөйткен еді ғой. Үміт артқан еді. Ал бірақ Абай халықтың жағдайына, халықтың күнделікті өмір тіршілігіне көңіл бөліп, сол жағына қарай халықшыл болып кетті. Сондықтан әкесімен кей жағдайда келіспеушілігі де содан болды. Сен қарапайым халықпен біргесің деп, әкесі кей жағдайда оны кейбір сөздермен қағып отырды. Бірақ Абай жалпы адамзаттың, адамилықтың қасиеттеріне үңілген адам. Сондықтан Абайдың ол кезеңде көбінің түсінбей, сол заманда тартыстар, әртүрлі жаман қылықтар сол кезеңде белең асқан жоқ па? Екі жүзділік, мысалы, біреуге жағымпаздану, Абайға бұлардың бәрі жат болған. Сондықтан Абайды түсінбеушілер ол заманда көп болды. Бірақ қазіргі күні, енді Құдайға шүкір, бәріміз содан нәр аламыз, сүйсінеміз. Абайдың жақындары мен сырлас әріптестерінің қайғылы тағдырлары адамды мұңға жетелейді. Кеңестік билік олардың басын жаншып, көздерін құртты. Атап айтсақ, Көкбай Жантайұлы, Әсет Найманбайұлы, Әріп Тәңірбергенұлы, Әубәкір Тұрлығұлдың өмірлерінің соңғы қайғылы жағдайда аяқталуы үлкен өкініш. Жүрегіңнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла. Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім, мұңмен жалғыз алыстым, кінә қойма. Деп ақын Абай халқына, келер ұрпаққа ұлттық тәрбие беретін, патриоттық сезімге білетін жыр шумақтарын қалдырып кеткен.